Сәлеметсіз бе? Есімім Жансая Бердімұратқызы болады. Бүгін өзім және әріптестерім осындай бір керемет көрмеге келдік. Бүгін салтанатты ашылуы өтуде. Бұл жай ғана шара емес, туған елімізге деген махаббатымыз бен қамқорлығымыздың көрінісі болып табылады. Фото көрменің ең басты ерекшелігі мен айтушы едім осы суреттер. Себебі біздің қаламызды, астанамызды күнделікті тазалайтын, біздің шығарып тастаған қоқыстарды алып кететін, қарапайым ғана осы кісілер. Бірақтан біз олардың бейнесін, түрлерін білмейміз. Неде фотокөрмеден өзімнің суреттерімді көріп, қатты қуанып тұрмын. Фотокөрмені ұйымдастырып жатқан Астана қаласының әкімшілігіне алғыс білдіргім келеді. Еліміздің тазалығына, көркендеуіне үлес қосқан жастарға көп алғыс білдіреміз. Бүгін келіп өзіміздің жасаған жұмысымыздың жемістерін көргенде өте қуанышты болдық. I really appreciate the volunteers who are doing their best to keep Kazakhstan fresh and clean. And I thank every volunteer who are doing their best. Бүгінгі көрме үшін көп рахмет. Шыны керек, өзіміздің фотомызды көріп қуанып жатырмыз. Және де біздің еңбегімізді бағалап жатқандарың үшін өте үлкен алғыс.